Ey қараңғы қазақ, бейшара қазақ, хан ием, иесі болса оның. Соңғы сезім Рахманғали, соңғы үмітім сіз ғана аяқ киіміңізді тазаласам да бірге бір жасаймын, жалшы болудан құтқарыңызшы. Бұл да керемет, сезім жақсы. Ешкімнің аяқ киімін ешкім тазалап керек емес, мен өзім тазалай алам. Ең жақсысы, ең жаманы, ең неменесі айналайын сезім Рахманғали бүйтіп айту керексің. Бәріміз осы Алланың алдында бірдейміз. 5 саусақ бірдей. Оны бар ғой, адамдарды бар ғой, неге былай айтайықшы, қазір айтайын. Айтыңдаршы, осы менің атанам тексіз, мен тексіз жерден шыққанмын деп кім қолын көтере алады? Үйтіп бірде бір халық көтермейді, да? Енді айтыңдаршы, мен біреуге бағынышты болуға, енді бәріміз текті жерден шықсақ, бәріміз кез келгенің президент болуға, министр болуға, әкім болуға, прокурор болуға, бай болуға лайықтысың. Қайсысын қол көтересіңдер? Мен жалпы онлайн халықтың бәрін айтайықшы. Сен біреуге жалшы болғанға, кедей болуға, осылай тудың, сен тексізбін деп ешкім көтере алмаймыз қолымызды, да? Көтермейміз. Бәріміз осыған лайықпыз. Сондықтан ешкім біреудің аяқ киімін сүртуге, біреуге жалшы болуға жаратылмаған. Негізгі Қазыбек бүйтіп айтады. Біз қазақ мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Еліміздің шетін жау баспасын деп найзаға үк таққан еліміз. Еліміздің шетін жау баспасын деп, елімізден құт береке қашпасын деп найзаға үк таққан еліміз. Біз найзаға үкіні біреуді басынып, біреуді жерін жаулап алайын деп емес. Еліміздің шетін жау баспасын деп, елімізден құт береке қашпасын деп найзамызға үк таққан еліміз. Басымыздан сөз асырмайтын еліміз, ешкімді басындырамайтын еліміз. Халықпыз, осындай халықпыз. Айналайын сезім Рахманғали, сен ешкімнің аяқ киімін сүртуге жаратылған жоқсың. Сен байда бақуатты болып жаратылдың, осы текті ұрпақсың. Бәріміз текті ұрпақпыз. Мына Алла, патша деген Алланың жердегі көлеңкесі, 5 саусақ бірдей емес деген түсінікті халықты тобыр қылып жасату үшін жасалған идеология. Бүкіл адам баласы бірдей. Ешкім аспаннан жалбырап түскен жоқ. Ақсүйек, қара сүйек дегенді біреуді қорлау үшін жасаған нәрсе. Кім қара сүйек, кім құл? Ақсүйек болса қара сүйек болуға тиіс қой. Ол кешегі Шыңғысхан, Моңғол, Бүржігін тайпасы маңайындағы елді жаулап алғаннан кейін Шыңғысхан отырды айтты, енді елдің бәрін кім басқарады дегенде, менің ұрпағым басқарады, мен ақсүйекпін. Ананы жошы басқарады, ананы үгедей басқарады, ананы төле басқарады. 4-ші баласы кім еді? Шағатай басқарады. Сонан кейін бүкіл қазақты менен шыққан ұрпақ қана басқарады. Бірде бір қазақ өзіңді өзің басқармайсыңдар. Неге десе, сен қара сүйексің. Сонан кейін араптан келді немелер, қожалар. Олар айтты, ей қараңғы қазақ, бейшара қазақ, тобыр, сендер қара сүйексіңдер, мен ақ сүйекпін деп келді. Оны алып келген Екатерина қазақты құл қылу үшін, қазақты немене қылу үшін айтты. Оны заказной молда деп айтатын. Әлихан Бөкейханды оқыңдар. Заказбен әкелген ол молдалар. Заказной молдалар, қожалар келді айтты, енді мына қазаққа түсіндір, санасына құй, олар қара екен. Ақ сүйектер бар екен. Олар төремен қожаларға ақ сүйек екен. Қазақты қара тобыр деп түсіндір, миына деп. Өйткені олар ертең ақ сүйекпін дейтін болса, олар патшаға қарсы шығуы мүмкін. Сондықтан қазақ патшаға қарсы шықпас үшін оларды қожаларды әкеліп дінге жығу керек та, оларды қара сүйек екенін, қожалардың ақ сүйек екенін дәлелдеу керек деп, оларды ақша төлеп алып келген. Олардың бәрін заказной молда деген. Енді солардың тұқымы, кешегі ана боқ мұрын бала кім еді? Әнші. Әбдіжаппар. ютубтан көріңіздер бейдейді. Біз ақ сүйек едік. Ишан қазіреттер едік. Біз қарадан, мына қазақ деген тобырдан қыз алып қыз беріспейтін едік.
Өйткені біз ақсүйекпіз ғой. Мына кейінгі ұрпақтарымыз алдыда қазақтан қырыз алып қойды да біздің тегіміз бұзылды. Әттең ай әттең. Мына қара тобырдан қыз алып қойғандықтан біздің тегіміз бұзылды ғой. Қараңдаршы, қазақтың нанын жеп, қазақтың үстінен күн көріп отырып, осы сөзді айтады, және қазақ сол сөзді қабылдайды да, ана баланы тойына шақырып $5000 ақша береді. Сен тобырсың, сен қара сүйексің, сен құлсың деген адамға ақша төлеп басына шығарады. Бұны патшалар жасап тастаған. Кешегі Шыңғыс ханның ұрпақтары айтады, біз ақсүйекпіз. Соң айтады, Құнанбай кім десе, Құнанбай ол қарадан, құлдан шығып хан болған, случайно. Ал сендерді Шыңғыс ханның ғана ұрпағы басқару керек. Ей, қара халық, тобыр. Содан кейін қазақ не істейді? Хан ием, есі болса оның құлы бар ғой. Мен құлмын, хан ием. Не айтсаң соған, бәріміз бірдейміз. Ешкім аспаннан салбырап түскен жоқ. Бүкіл халық бірдей. Келісесіздер ме? Әлі мен жаман сөз айтып отырмын ба? Жердің иесі, елдің иесі халық. Ақсүйек, қара сүйек дегенді ұмытыңдар. Мен түсінетін. Бәріміз ақсүйекпіз. Бүкіл қазақ халық ақсүйек. Негізі халықты бұлай зомбылап тастау жеңілді. Жапонда, міне ютубтан кіріңіздер, жақында айтады. Жақында Жапонның құдайы, тірі құдай адамнан әйел алды дейді. Неге десеңіз, Жапонда мынандай немене бар. Жапонның императорын қара халықты басқарып отыру үшін айтады. Жапонның императоры қайдан шықты дегенде, ол құдайдың баласы дейді. Құдайдың баласы құдай болады ғой. Күн құдайы Амасудраның баласы Жемини, ол құдай. Содан кейін айтады, енді Жапон халқын кім басқару керек? Құдай басқару керек. Сол құдайдан келе жатыр. Нешінші ұрпағы? Кеше жақында айтады, ана құдай үйленді, құдай енді билігінен бас тартты деп, император. Немересіне берді, көз тірісінде, әдетте көз өлмей бермеуші еді. Бүкіл Жапон халқын соған сендіріп тастаған. Бірақ кейінгі ана Жапон халқы енді анау бір адам басқара не болады, император? Олардың санасына бүйтіп кіргізді. Жапон халқын император басқарады, құдай басқарады. Жердегі тірі құдай. Амасудраның ұрпағы. Нешінші ұрпағы екені есінде жоқ. Соңын ол айтады, біз Жапон халқы ең құдайдың сүйген халқымыз. Оны құдай басқарып отыр. Әлемдегі ең атақты халықпыз, біз бәрін билеп төстеуіміз керек. Соңын Нанкин қырылысы дегенде 30 000 ба Қытайды шыбынша бауыздады. Қойшы емес, шыбынша қырды. Соңын мына Қытайлар Жапонды страшно жек көреді. Соңын қара халыққа біреуді өлтіріп керек жоқ қой Жапонға. Неге өлтіреді? Ана императордың неменесі. Санасына сіңіріп алған, мен құдайдың баласымын. Бүкіл жапондар осылай ақсүйек деген. Біз ақсүйекпіз, қалақ біреуді өлтіру үшін емес. Біз білімді болып, ізгілік болу үшін. Әл-Фараби айтқан ізгілік қаласының тұрғындары деген оқуларыңыз бар ма? Ізгілік қаласының, қайырымды қаланың тұрғындары деген трактаты бар. Сонда айтады, бүкіл халық ақсүйек, ізгілік болуға тиіс. Олар о дүниеде емес, осы дүниеде дұрыс өмір сүріп, бірін-бірі сыйлап, құрметтейтін қоғам жасау керек. Біз соны жасауымыз керек, Әл-Фараби айтып кеткен нәрсені. Сондықтан бәріміз бірдейміз. Бірақ енді екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Жапонды жаулап бытышын шығарды ғой. Содан кейін француздар мен немістер келіп не деп айтты? Мына құдайыңды ал. Енді аны жеңіп алған халыққа не айтса болды, мына құдайың басқармайды енді. Дұрыс адам қойыңдар. Мына құдай неменесінен кетсін орнынан. Бірақ Жапон халқының санасына сіңіп кеткен сонда айтады, қалай құдайдың баласына біз онда соғыс, онда біз берілмейміз, өлмесе өлмей берілмейміз. Содан американдықтар айтқан, жарайды, тиіспеңдерші, мына құдай болса тұра берсін осыны. Бірақ билік премьер-министрдің қолына берейік. Мына құдай формально болып тұра берсін. Сол құдайлар әлі бар, қазір немересі отыр.